Армысыздар, айдынды өлкенің айбынды халқы, эфирде Алакөл жаңалықтары. Сіздермен бірге Алтынай Қалиқызы, алдымен аңдатпа. Алакөл жұртына тәуелсіздік мерекесі қандай жаңалығымен келді? Жемқорлыққа қарсы күресті насихаттаған адал қалам додасында кімдер 100-ден жүйрік шықты? Кішкентай бүлдіршіндер бақ сынаған би сайысы қалай аяқталды? Ел тарихындағы ең ұлық мереке тәуелсіздік күні ауданымызда өз дәрежесінде аталып өтті. Карантиндік талаптарды сақтай отырып ұйымдастырылған мерекелік жиында еселі еңбегімен танылып жүрген талай азаматтарымыз марапаттарға ие болды. Толығырақ тілші материалынан тамашалаңыздар. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында жылдық жұмыстың қорытындысы шығарып, алдағы жоспарлар легімен бөлісу мақсатында аудандық мәдениет үйінде салтанатты жиын өтті. Шараның шымылдығын ашқан аудан әкімі Әлібек Жақанбаев жиылғандар тұғырлы мерекемен құттықтай келе, 2020 жылы өңірімізде атқарылған жұмыстарға шолу жасады. Артынша мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі сіңірген еңбегі елдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін бір талай жерлестерімізге марапаттар ұсынды. Тәуелсіздігімізге мінеки жаңағы ауданымыздың әкімі еңбегімізді бағалап, марапаттап жатыр. Ауданымыздың құрметті азаматы атағын беріп отыр. Рахмет бұл кісілерге. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Мейрамымыз құтты болсын. Осы биылғы жылғы пандемияға қатысты президентіміздің қолдауымен, облыс әкімінің қолдауымен және аудан әкімінің қолдауымен көптеген қиындықтар жеңіп шықтық. Президентімізге көп рахмет. Осы алдыңғы шепте жүрген медицина қызметкерлерін елеп ескеріп, бүгін құрмет грамотасына ие болып жатырмын. Бұдан кейін бұндай қиындықтар біздің еліміздің, халқымыздың басына түспейді деп ойлаймыз. Тек деніміз сау болсын және халқымызды мына келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Жиын соңы шағын концерттік бағдарламаға ұласып, жиналғандар әуезді әннің құшағында тербеліп қайтты. Бар қызық мұнымен аяқталмай, Шарал қаласындағы Даңқ аллеясында тәуелсіздік мерекесі қарсаңда желтоқсаншылар стелласы ашылды. Сөз алған аудан әкімі Әлібек Жақанбаев егемендік алу жолындағы желтоқсаншылардың ерлігі үлгі етіп, жиналғандарды мерекемен құттықтады. Еліміз үшін армандардың асқары болған, бақыттың бастауы болған тәуелсіздік мерекесімен баршаңызды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Тәуелсіздік алудың ұйытқысы болған осы желтоқсан оқиғасы. Бұл тек қана біз емес, бүткіл одақтас республикалардың тәуелсіз мемлекет болуына үлкен өзінің ықпалын тигізді. Бастауын осы біздің желтоқсан оқиғасынан басталды десе мен қателеспеймін. Алматы облысының құрметті азаматы, еңбек ардагері Мұхтар Жолжанов дуалы батасын беріп, ақжарма тілегін жеткізгеннен кейін стелланың ақтығы алынып, жаңа нысан жұртқа таныстырылды. Ақерке Асхатқызы, Ербол Ескендірұлы, Алмат Исенбеков.
Аудандық әкімдік пен Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Алмат Есенбековтің ұйымдастыруымен облыстық дәрежеде адал қалам мақалалар байқауы өткен болатын. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің ұйытқы болуымен түңлігін түрген сайыстың марапаттау рәсімі Зейнеп Қойшыбаева атындағы аудандық мәдениет үйінде өтті. Қаламгерлер бас қосқан шара жайлы келесі сюжеттен тамашалаңыздар. Аудан аумағында Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесі сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу ниетінде қажетті шараларды жүзеге асыруда. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында департаментпен бірге отырып, аудандық әкімдік және газет редакциясы Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесі адал қалам мақалалар байқауында жариялады. Додаға облыс аумағынан барлығы 28 үміткер қатысып, бап пен бақ таласына түсті. Жемқорлыққа қарсы қаламын қисайтқан азаматтардың ішінен шын мықтылар іріктеліп, егемендік мерекесі қарсаңында марапаттау рәсімі өтті. Ұлт мерейін өсірген ұлық мереке тәуелсіздік күні қарсаңында Алматы облысы бойынша Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесі аясында облыстық деңгейде адал қалам мақалалар байқау жарияланған болатын. Аталған байқауға облыс көлемінен барлығы 28 үміткер қатысып, кіл мықтылардың ішінен шын мықтылар міне бүгін оза шауып, аламанның басынан бәйгенің алдынан көрініп отыр. Сайыс қорытындысы бойынша 3-ші орын халықаралық ақпараттық технологиялар университеті журналистика мамандығының студенті Маханов Асланға бұйырды. 2-ші орынды Қоңыр орта мектебінің жас ұстазы аудан еріктілерінің бірі Базарбеков Ануар еншіленсе, 100-ден оза шапқан облыстық дін істер басқармасының баспасөз хатшысы Айтбаев Темірлан 1-ші орынды қанжығасына басты. Біз бұл сыбайлас жемқорлықпен күрес жұмысында етене қоғамдық белсенділік танытуымыз қажет деп санаймын. Жалпы қазақта жақсы сөз бар, ауыр бейміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп. Бұл тек қана медицинаға яки денсаулыққа қаратып айтылған сөз емес. Сондықтан да ағарту жұмыстарымен қоғамдық белсенділікті таныту керек деп ойлаймын. Сонда ғана қоғамның саулығы жемқорлықтан ада қоғамның қалыптасатыны ақиқат. Сөз алған Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі ауданымыздың жас журналисті Алмат Асхатұлы осы бағытта атқарылған жұмыстарға тоқталып, алдағы жоспарлар легімен бөлісті. Бұл дода жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін болады дейді ұйымдастырушылар. Алдағы уақытта ауқымы кеңейіп, бұдан да үлкен дәрежеде өтеді деген сенімдеміз. Рысалды Маратқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков. Арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырсақ, балаға бақыт сыйлау кез келген азаматтың қолынан келе бермейтін анық. Ал бүлдіршіндердің күлкісінен артық қуаныштың жоқтығы да сөзсіз. Осы ретте GG фитнес орталығының жетекшісі Аяна Қабдырашеваның игісі көпке үлгі. Толығырақ келесі сюжеттен тамашалаңыздар. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Аяна Қабдырашеваның ұйытқы болуымен өткен жас талант би байқауы қорытындыланды. Сайысқа барлығы 21 бейне материал қабылданып, олардың 12-сі үздіктер қатарынан көрінді. Жүлделі орындар қатысушылардың жас ерекшеліктеріне қарай бөлініп, бүлдіршіндер кіші, орта жасөспірімдер сынды топтар арасында мықтылар анықталды. Жүлдегерлер арнайы дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бишілердің ұстаздары да марапаттан тыс қалмай алғыс хаттары еленді. Сайыс өнер әлеміне жаңадан аяқ басып келе жатқан бүлдіршіндерге едәуір серпін сыйлады десе де болады. Бұл байқаудың мақсаты балаларымыз карантин уақытында үйде отырғандықтан оларды биге, спортқа деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында осы жарысымызды ұйымдастырған болатынбыз. Өздерінің білген, үйренгендерін көрсетіп, өнерлермен бөліскен ұл-қыздардың алар асулары әлі алда деп білеміз. Маржан Іңкәрбек, Алмат Есенбеков, Ербол Асқаров, арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.